Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен кез келген мерекелік дастарханның сәнін ашатын тай салатының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге дайындаңыздар. Алдымен қиярды екіге бөліп, ирек пышақтың көмегімен қиғаштап турап аламыз. Қызанақты да ірі бөліктерге бөліп турап аламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді және олардың мөлшерін төменде описаниеге жазып қалдырдым. Қызыл және сары болгар бұрышын тазалап, ұзын және жіңішке етіп тураймыз. Піскен етті де жіңішке етіп тураймыз. Көк пиязды, аскөкті және кинзаны ірілеу етіп турап саламыз. Он қасық соя тұздығын құямыз. Қиярға арналған чим-чим тұздығын саламыз. Тұз және қытай тұзын, сосын бір ас қасық қызыл бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Міне салатымыз да дайын болды. Көздің жауын алады. Қызылды, жасылды түс дастарханның сәнін келтіретіні сөзсіз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыз. Егер видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Осы рецептпен дайындап жатсаңыздар, ас болсын.